Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен тюрбанның тігілу жолымен бөлісетін боламын. Міне мен маталарымды дайындап алдым. Мына кішкентай матамыздың ұзындығы бізде 64, ал ені 12 сантиметр. Мына матамыздың ұзындығы 60, ені 30 сантиметр. Кез келген созылатын мата алсаңыздар болады. Енді мына матамыздың кішкентай бөлігін осылай екіге бүктейміз. Бір-біріне осылай үшбұрыштап әкеп қосамыз. Осы жерін булавкамен түйреп алып, төбе жағын доғал етіп сызып алатын боламыз. Артық жерін қиып алып тастаймыз. Енді мына матамыздың төбе жағын ғана тігіп шығатын боламыз. Міне мен төбесін ғана тігіп шықтым. Енді мына үлкен матамызды алып, осылай екіге бүктейміз. Және де мына ашық тұрған шет жағынан 18 сантиметр белгілеп аламыз. Осы жақты доғал етіп сызатын боламыз. Және де артық қалған матамызды төбе жағын қиып алып тастаймыз. Міне мен матамды қиып алдым. Енді осы матаның ортасын белгілеп алатын боламыз. Енді ине жіптің көмегімен осы жерді бүріп жинайтын боламыз. Және де мына екі жақтан 1 сантиметрден қалдыруға ұмытпаңыздар. Бұл бізге тігіске керек болады. Міне мен тюрбанның алдыңғы бөлігін жинап тігіп алдым. Енді мына төбе жағын осылай бүктейміз де, мына төбе жағын ғана тігіп шығатын боламыз. Міне мен төбе жағын тігіп алдым. Енді қалған бөлігімізді мына артқы жағын сборкамен жинайтын боламыз. Дәл видеодағыдай осылай жинап, булавкамен түйреп аласыздар да, одан кейін машинкада тігіп шығасыздар. Міне мен сборкасын тігіп, және де шеттерін зигзагтап шықтым. Енді мына тюрбанның алдыңғы бөлігінің орталарын тауып аламыз. Алдыңғы және артқы бөлігін осылай белгілеп аламыз. Және де мына оң бетін осылай булавкамен түйреп алып, екі жағында түйреп алып, одан кейін айналдыра тігіп шығасыздар. Міне мен тігіп шықтым, ішкі жағы осылай шықты. Енді оң бетіне аударайық. Міне бізде осылай шықты тюрбанымыз. Қалауыңыз бойынша алдына брошка немесе моншақ қойсаңыз болады. Міне мен осылай моншақтарды осылай қазір клейлеп шығамын ыстық клеймен. Қазір манекенге кигізіп көрейік. Міне бізде осылай шықты. Мына артқы жағында бізде шаш болады.
Міне осындай өте әдемі шықты. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздер де тігіп көріңіздер. Егер ұнап жатса, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.